Ұзайыр қиссасы. Мұса пайғамбар дүниеден өткен соң, қауымы біртіндеп оның өсиетін ұмыта бастады. Дүниеге құмарлық көздеріне шел, көңілдеріне желік бітірді. Саудагерлер таразыдан жеуді әдетке айналдырды. Байлар байған сайын көкірегіне нам пісіп, кедейді езіп жаншыды. Өсімқорлар тиыннан теңге, мыстан алтын өндірді. Пақыр міскінді қарыз бен борыштың тұзағына іліп талайды зар еңіретті. Адамның қарабақырлық құны қалмады. Құдысты сол кезде билеген патша жан-жағын жайпап, оңай олжамен тегін табысқа құнықты. Ел іші ұрлық, қарлық пен зорлыққа толып былықты. Қазы мен билер қара басының қамын күйттеп, үнемі әділетсіз үкім беретін. Көргенді сөзді құлаққа ілмейтін шалдуар ұл мен шайпау қыз қара сорадай қаптады. Тәуратты теріс оқитын дүмшелер күн өткен сайын көбейді. Құдай оларға бірнеше рет пайғамбар жіберді. Бірақ олар патшаның да, бай мен діндардың да қолайына жақпады. Патшаның Құзыр деген қандықол жендеті бар еді. Бойы 4 құлаш, салмағы 10 пұт. Жойдасыз қара күш иесі тұғын. Құзыр майданға шыққанда онымен жекпе-жек келіп, күш сынасуға ешкімнің жүрегі дауаламайтын. Қара болаттан тоқылған сауытынан атса оқ, шапса қылыш өтпейтін. Қанды көрсе еліріп, шайқасқа түссе желігіп кететін Сойқанның нақ өзі болды. Бірақ қайрат қуаты қанша көп болса, ақылы да сонша аз еді. Ол азғын тобырдың айдап салуымен пайғамбарларды азапқа салып өлтірді. Бір күні патша ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде сұмдық іс көрді. Түрінен жан шошырлық алып арыстан Құдысқа ойран салды. Жолында кезіккен жанды қанжардай тырнағымен бүріп, аяусыз қырды. Салтанатты сарайдың алтын күмбезі төңкеріліп түсті. Ақ мәрмәрдан қаланған сәнді үйлердің күлі көкке ұшты. Патша шошып оянса, қара терге батып жатыр екен. Бірден жаршы жіберіп, сәуегей мен бақсы балгерді жинады. Жасы 100-ден асқан Таймуа атты бір көріпкел бар еді. Ол бұрыннан ел ішінде тамыр жайған зорлық-зомбылыққа күйініп жүретін. Түбінде мұның елге бір зауал болып келетінін білетін. Дат тақсыр деп сөз сұрады да: «Әміршім, бұл түсіңіз тегін емес. Құдай бір апат жіберерде оны алдымен елдің басшысына ишара етіп білдіреді екен. Бұл да жұртқа төнген бәленің нышанасы болмаса игеді». Мұса пайғамбар дүниеден өткен соң оның өнегесінен көз жаздық. Тәураттың асыл аяттарын аяқ асты етіп азып тоздық. Халықтың мал-мүлкі талан-таражға түсті. Әділдікті жақтайтын жан қалмады. Жағымпаз жалтақ күншіл қара ниеттердің қолына билік тигенін ешкім аңғармады. Құдай бізге бірнеше елшісін жіберіп ескерту жасап еді, оның бәрін Құзыр қол шоқпарыңыз қинап өлтірді. Хақ-тағала мұның қарымтасын қайтармай қоймас-ау деп өзім де ойлап жүруші едім. Бабылдан Бұхнасыр атты бір патша жер қайысқан қолмен шеру тартып келе жатыр деп естіп едім. Бұл дәуде болса, соның тап өзі деді. Өзге сәуегейлер де мұның сөзін құптап бас изесті. Мінін бетке айтқанына ашуланған патша бәрін тегіс дарғасып өлтірді. Көп өткен соң Бұхнасыр да әскерімен Құдыстың шетіне келіп жетті. Патша қарамағындағы елге жаушы жіберіп әскер жиғанымен онымен тіресуге шамасы келмеді. Алғашқы айқастан кейін баудай түскен сарбаздар ұрыс даласын тастап қашты. Дұшпан қолы Құдысқа басып кіріп, жұртын тып-типыл етіп қырды. Патша мен Құзырды 40 қабат торлы шынжырмен матап әкеліп, жан-жақтан найзамен түйреп өлтірді. Сүйектері шашылып, ит пен құсқа жем болды. Еңселі сарайлар түгелдей отқа оранып, бықсыған күлі қалды. Кешегі гүл жайнаған миуалы шаһар бірнеше күн ішінде қара түнек жамылды. Әскерлер шаһардың күнін батырған соң, маңайдағы қыстақ қоныстарға ойран салды. Бесіктегі сәбилерді сүңгіге іліп, бетінің ажары бар қыз-келіншекті пышақ үстінен бөлісіп алды. Бойы арбаның дөңгелегінен асатын еркек кіндіктісінің басын допша домалатты. Бұхнасыр мал-мүлік пен алтын күміс бұйымдарды тең-тең артып Бабылға жөнелтті. Қаңыраған қалалар мен қыстақтар күңіреніп зар мен нала үні бір сәтке де толас таппады.
Сол уақытта Ысырайыл қауымында Ұзайыр деген тақуа тауазы бір кісі өмір сүрді. Ол Мұсаның қалдырған үлгі дәстүрін ұстап қалған жалғыз жан еді. Әрі Құдайдан уақи алып жан діліне сіңірді. Күні-түні үйінен шықпай Тәурат оқыды. Алланың әмір бұйрығына ақыл жүгіртіп, кеуіліне тоқыды. Сөйтіп жүріп ішіндегі өсиеттерді жатқа соғатын. Қырғынның қанды нышанына ілінбей кеткен санаулы адамның бірі де осы Ұзайыр болатын. Бұқнасыр Құдысты аралап жүргенде ай десе аузы, күн десе көзі бар бір сұлу қызды көріп қалды. Оның осы аруға аңсары ауып, көп өтпей сөз салды. Қыз ешбір шара қалмағанын білді. Амалсыздан патшаға: «Мәртебелі тақсыр, әрине сіздің жарыңыз болуға ризамын. Бірақ бір ғана шартым бар. Мына қырғынды тоқтатып, қалған адамдарға бостандық беріңіз. Әйтпесе, әр кісінің жазықсыз өлімі жүрегімді қанжардай қидалап жатыр. Мені қайғыдан қан жұтпасын десеңіз, осы тілегімді орындаңыз» деп қиылды. Бұқнасыр әскеріне: «Ешкімге тиіспеңдер» деп жарлық шашып, қосынын жинап алды. Көп кешікпей артынып-тартынып Бабылға қарай аттанды. Сол арада Жебірейіл періште Ұзайырға келіп: «Ей Ұзайыр, сен енді мұнда аялдамай Бәйтүл Мұқаддасқа бар. Қайта етек жеңін жинап, ел боламын десең кіндік шаһарға кеткенің жөн. Сонда Құдайдың бір кереметіне куә боласың. Күніне 100 000 пәле көрсең де, Жаппардың рахметінен үміт үзбе» деді. Ұзайыр есегімен бірнеше күн жол жүріп, Құддыс шаһарына келіп жетті. Сұмдық суреттен есін жия алмай есеңгіреп біраз тұрып қалды. Мыңдаған кісінің мәйіті бей-берекет шашылып жатыр. Әйел мен бала, шал мен жастың қисапсыз өлігі қарға құзғынға жем болған. Тас дуалға қонақтаған семіз тазқара мен қарақұстар марғау ғана көз тастайды. Ұзайырдың жаны түршігіп, дереу Бәйтүл Мұқаддастың қираған орнына барды. Жанарынан жас тынбай ағып Құдайға мінәжат қылды. Кенет көкейіне: «Тәңірім, сүйектері шырай шашылған мына өліктерді қалай тірілтеді?» деген күмәнді ой сыналап кірді. Осы сәтте Құдай тағала Әзірейілге: «Ей Әзірейіл, жедел жетіп Ұзайырдың жанын ал. Ол менің құдіретіме шек келтірді. Көрсін менің барлық нәрсеге күшім жететінін» деп бұйырды. Әзірейіл қас қаққанша жетіп келіп Ұзайырдың жанын алды. Ұзайырдың 40-қа жаңа толған кезі еді. Сол жерде 100 жыл жатты. 100 жыл өткен соң періште рухын жүрегіне қайта салды. Ұзайыр екі көзін уқалап жіберіп орнына тұра келді. Құлағына Құдайдан: «Ұзайыр, осы жерде жатқаныңа қанша уақыт өтті?» деген әуез келді. Ұзайыр: «Нақ бір күн болды» деді. Жан-жағына қарап есегін іздеді. Есегін байлап кеткен жерде шашылып жатқан ақ сөңке сүйектерді көзі шалды. Жалма-жан жетіп барды да әр бұтаның басына ілінген қыл-қыбырды көріп аң-таң тұрып қалды. Жел ұйтқи соғып, сай-саладан жүн-жұрқанның бәрін жинап әкелді. Қас-қағым сәтте сүйектер бір-біріне кірігіп, тұтас бір қаңқаға айналды. Көп өтпей қу қаңқаны қызыл ет, оның сыртын тері қаптады. Есек арқанды шыр айналып ақыра бастады. Мына мұғжизаға таң-тамаша қалған Ұзайыр өзінің ағаттығын түсінді. Құдайға қайта мінәжат етіп кешірім сұрады. «Тәңірім, сенің құдіретің шынымен де шексіз екен. Көзім жетті, көңілім жұбанды. Көкірегімді күдік бұлты торлағаны үшін шын өкініп тәубе қылдым. Қалған ғұмырымды өзіңе арнаймын. Мұсаның қалдырған ғибраты мен дәстүрін жалғаймын» деп серт берді. Сөйтіп есегіне мініп үйіне келді. Кеткен кезде шиге мініп шауып жүрген баласы белі бүкірейген шал болыпты. Ал өзі 40 жастағы қалпынан аспаған. Сақал мұрты қап-қара, қайрат қуаты таймаған. Баласымен көрісіп еңкілдеп жылап: «Ұлым, мені таныдың ба? Әкең Ұзайырмын ғой» деп өксігін тия алмады. Келін кепшік, немере шөбересі түс көргендей аңырайып қалды. Көрші қолаңда тайлы таяғы қалмай түгел жиналды. Ішінен көненің көзін көрген есті бір ақсақал алға шығып:
Біз білетін Ұзайыр Тәураттан жатқа толғағанда талай тамсанушы едік. Ауыл-аймақ сілтідей тынып, сөзін бал жұтқандай сүйсіне тыңдайтын. Шын Ұзайыр болсаң, бізге киелі кітаптан бірнеше жолын оқып бер деп өтінді. Ұзайыр тамағын кенеп, Таураттан бірқатар өсиетті жатқа айтты. Жиылғандар жылан арбаған торғайдай тапжылмай тыңдады. Пай-пай шіркін, анық көңіліміз сенді, нағыз Құдайдың елшісі екенсің, деген қошеметтер жауды. Ұзайыр қалған өмірін Таураттан насихат айтумен өткізді. Даналықтың кенін игеріп, тамам жұрттың түйткілін шешкен данышпанға айналды. Ысырайыл жұртының бақытты шағын қайта басынан өткеріп, кеудесінде еш өкініші қалмастан дүниеден озды. Сүйегін Ақтеңізді жағалай қонған бір елді мекенге жерлеген екен. Қиссаның соңы.